Жандосқа айта салайын, мен енді Жандос сен өз пікіріңді білдіріп жатсың ғой, дұрыс қой. Бірақ енді бұл кісі мені таңдап келіп қапты да, понимаешь? Жоқ, просто саған осыға дейін де сондай 18 жасар қыздар келді ғой. Оны дұрыс пікірің білдіріп жатсың, бірақ ондай пікіріңмен жас қыздың ойын бұзбағаның дұрыс. Жоқ, мен ойын бұзып атқан жоқ, просто до этого сенде 18 жасар қыздар болды ғой. И қанша жыл отырсың ғой? Енді 5 саусақ бірде емес қой бауырым. Ол 18 жаспен, бұл 18 жас. Жоқ, просто понимаешь, менің өзіме 18 жастағы қыз болмайды, өйткені омен қайтадан заново бастау керек та, оған түнге шейін сөйлескен, телефон сен ғой, мен ғой, парк аралағанша. Дәл осы нәрсеге келіспеймін. Ол сенің өзің пікірің. 18 жаста болды да, мысалы біздің ортамызда, мысалы қымбаттар отыр, нормально да. И кім Дана да, Дана сен де 18-десің, иә? Иә. Дананы 18-дегі қыз деп айтпаймын, мысалы, ой өрісі, сөйлеген сөзі бәрім кәдімгідей жинақы өзіне. Тұрмысқа шығуға дайын қыздар бір. Бұл қыздар сондай қыздардың бірі шығар деген сияқты. Қосылам ержігіт, негізінде қазір заман дамығаннан кейін ба, біздің 18 жасар қыздар бар. Жетіліп жатыр. Аха, жетілгеннен кейін мынау біз сияқты кейбір жас жігіттерге қарағысы келмейді. Неғұрлым үлкен, сөз саптауы жақсы. Мысалы, сенен қарындасың мойындашы, ержігіттің қандай бір несіне сөз саптауына краштарға обал болды ғой Алматы дейтіндерге. Бір қандай бір несі. Қазір краштар, бұл краштар Диана ханым кәдімгі 13-14 жастың краштар бұлар. Ал жоқ, расында 18-дердің краштары. 18-дің краштары қазір 30-дағы жігіттер. Диана ханым ондай емес. Диана ханым дұрыс айтып жатыр. Дұрыс айтады. Міне, қараңыз, маған бар ғой, маған жазады, маған айтады, сіз Алматымен араласасыз ғой, Алматының номерін бересіз ба деп, ылғи жаңағы 13-14 жастар қыздар жазады маған. Жоқ, Диана ханым, негізінде. Маған жазатын қыздар 18, 17, 19 жастар қыздар жазады да, мысалы да. Диана ханым, жоқ, негізінде, Жандос, сендер тыңдап отырып қойын, біздер де сөйлейік. Негізінде Диана ханым Айбат қосып айтып жібереді, Айбатты мен енді кез келген сөзіне сенбеймін оған. Қосып айта береді бұл. Мен өтірік айтпаған енді мақтаған емес, негізінде бар біздерде де, бірақ біздер мына жақта жобада отырғаннан кейін ол кісілермен сөйлесе алмаймыз, дұрыс па? Просто мына сырттан видео жасап сөйтетіндер, олар кішкентай қыздар, ол дұрыс мойындау керек, сіздерде де бар. Және де Айгүл сізге айтқым келетіні, былай енді сырт көзіне қарасақ, ержігіттен жас көрінеді ғой, по-любому қанша жастағы қыз болса, негізі керемет үйлесіп тұр. Бірақ енді Диана ханым андай бір болашағы бар деп айта алмайды екенмін. Диана ханым, жаңа қызбастардың пікіріне ше, біз ше деген сұрақ қалып қалып отыр да. 30-дағыларға 18-дегілер. Ана Алматтарға 14 жасар.